Мынау түсініксіз болса айта кетейін. Егер қашуға тырыссаң, немесе әйнекке қандай да бір сызат түсіретін болсаң, одан кейін сен 9000 метр биіктіктен болат қақпамен бірге құлайсың. Сонымен саған оның жұмысы түсінікті шығар. Құмырсқа, етік. Әсерлі қақпан. Бірақ менің ойымша бұл маған арналмаған сияқты. Сенен әлде қайта күшті адам үшін. Естідім. Ессіз жануар, өзін әлі адам деп санайтын. Сен тіпті үмітсіз болсаң да, өзіңді қорғау үшін жоғалған тіршілік иелерін шақырдың ба? Мен үмітсіз? Сен қол жеткізе алмайтын күшті ұрлап, менің әлемімді соғыспен қорқытасың, және де бейбітшілік туралы айтып, қызық үшін өлтіресің. Мен үмітсіз ететін біреу болса, ол сен. Ал одан ләззат алмағаның жөн. Қызып кеткенің сонша тым жақындап кеттің. Тессерактқа жақын, билікке жақын. Шексіз күшке. Ал бұл не үшін? Оның күшін адамзатпен бөлісу. Содан кейін бұл күштің не екенін түсіндіру. Егер күш туралы журналда немесе басқа нәрсе қалайтын болсаң, маған хабарлас.